Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Көнерген сөздердің түсіндірмелері мен баламалары. Алтын күрек бұлт басып тұрған аспанды шайдай ашып жіберетін солтүстік шығыстан соғатын жел. Мырза жел, баяу соғатын жел. Кежеге, желке кежегесін кейін тартты. Талқы теріні өңдейтін арнайы құрал. Патсайы тығыз тоқылған жібек матаның бір түрі. Бейқасап, енсіз жібектен тоқылған жолақ мата. Дүрие, жылды жарқыраған тығыз жібек мата. Лашық, уақытша тұруға арналған шағын, лай қолдана отырып соғылған ең кіші баспана. Сапты аяқ, салқын, ыстық сусындар құюға арналған тұтқасы бар ыдыс. Кебеже, тағам сақтауға арналған сандық секілді ағаш бұйым. Әбдіре немесе әбдіра, үй бұйымдары мен ұсақ бағал заттарды сақтайтын көлемі үлкендеу, үстіңгі қақпағы, бүйірмелерінде бірнеше суырмалары бар үй жиһазы. Шедем, жүннен тоқылған жылы сырт киім. Барымта, ұрлық сөзіне синоним сөз. Күпі, матамен тыстал ішіне түйенің, қойдың жабағы жүнін салып тігетін ұлттық сырт киім. Шекпен, тек қана түйе жүннен тоқылатын сырт киім. Берен, болаттай мықты, күшті асыл деген сөздермен синоним. Асадал, тамақ және ыдыс-аяқ сақтайтын үй жиһазы, кебеженің бір түрі. Келі отырған үйге жастардың жиналып ойын-сауық құрып бас қосуы. Жағлан, сырты былғарымен қапталған сандық түрі. 47, әдетте қыз туылғанда сүйінші сұраған кезде қолданылатын тіркес. Қалың 47-ні атап берді. Оның ежелгі. Ит арқа, екі керегенің басын қоса салып киіз жаба салатын баспана түрі. Ергенек, ағаштан жасалған бұйымдардың ашылып жабылатын топса тәрізді қызмет атқаратын бөлшегінің атауы, топса атауы. Керекей, аюдың ұрғашысы. Күре тұқымдастарының ішіндегі бірден-бір тұщы су балығы. Еңгезер, біріншіден алып, дәу, үлкен деген мағына береді. Екіншіден, динозавр сөзінің қазақша баламасы. Абажа, ағаш тақтайшадан құралып, былғарымен, киізбен қапталған, беті жылтыр қаңылтырмен әшекейленіп жасалған, ұзындығы бір құлаштай, биіктігі жарты құлаштай көлемді үй жиһазы. Түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға көп